Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı qadırlı musulman bir tuğanlarım. Barыңыздардың құтманды күніңіздер менен Аллах Таалам барыңыздарға өзінің сүйісін, пайғамбарының сүйісін берсін. Иман Аманат Нуру Қоғамдық қайырымдылық фондының мұқтаждарға салып жатқан 20-ші үйі дағы толығыменен бүтіп, Құдай бұйырса 26 май açılışына даярдық болып атат. Жамаат мана ушул Иман Аманат Нуру Қоғамдық қайырымдылық фондының 20-ші үйінің очоғына білесіздер. Biraz ақша çoğaltmayı болып атат эле. Бұл жерде Musa деген қарыбыз, алымыбыз, Алла Таалам разы болсын. Мырзаев Қадырали, Мырзаев Аманбай мұсылман бір туғандарыбыздан атыдан, ошоның қатарында бір туғаны, жақыны Мырзаев Исабек мұсылман бір туғаныбыздың атыдан ушул 10.000 ehsan кылды. Аллах Таалам разы болсын. Аллах Таалам жақсылық берсин. Келечек ұрпақ, келечек зурияттарын Аллах Таалам улуу Фирдаус бейишинин төрүнөн орун берген болсын иншалла. Ошонун катарында мынабы 20-ші үйүбүздүн шол аркасын сонун кылып бүтүрүп берген Жалал-Абад шаарынын патриот Жомарт уулу Кутман деген агабыз, Аллах Таалам разы болсын. Кутман ажыбыз көптөн бери ар бир ошол муктаж үйлөргө салып аткан үйлөрүбүзгө жардам берип келе жатат. Аллах Таалам балдарыны, кыздарыны келечеги кең кылсын иншалла. Ошол балдарыны дагы, кыздарыны дагы алым, алималардан, кары карыялардан, хафизалардан кылган болсун иншалла. Аллах Таалам канча ырыскы берген болсо, дайыма ушундай Алла берген ырыскысынан Аллах Тааламдын жолуна саптаган Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берсин. Туугандар, Кудай буйруса 26 май açılışына даярдыктар болуп атат. Кудай буйруса biraz коздоо иштерибиз болот. Ушул мусулман бир туугандарыбызга баардыгыбыз алакан жайып дуа кылып коелу. Аллах Таалам улуу Фирдаус бейишинин төрүнөн орун берсин. Аллах Таалам өзүнүн ыраазылыгын берсин. Аллах Таалам өзү ыраазы болгон, өзү жакшы көргөн, өзү сыймыктанган пенделердин катарында кылган болсун. Албетте кыямат күнү Аллах Тааламдын рахматына, мээримине, ырайымына бөлөнүп бейиштин каалаган эшиктеринен кирген insandardын катарында калган болсун. Машалла, пайгамбарыбыз өзгөчө жакшы көргөн, пайгамбарыбыздын мубарак колдорунан биринчилерден болуп Кавсар суусун ичкен үй бүлөлөрдөн калсын. Машалла.